10 ата деген батырлар қартайған шағында жас жігіттерге біз сияқты қолқа салады екен ғой. Ауыл батыр еке, бұрынғы батырлықтарыңыздан айтып отырыңыз деп. Сонда Бұқарбай батыр, ой тайыры қайдағы батырлық дейтін көрді. Ал сізді батыр дейміз ғой дейді. Ой тайыры қайдағы батырлық, жаның үшін соғысасың, қолында шотаңмен сойылың болады. Кім бірінші сілтей сол алады ғой деп отырады екен. Сонда ал сізді батыр дейміз ғой деп жастар тағы жағына жақындайды ғой. Ой тайыры қайдағы батырлық, батыр керейдің меңіне ғой дейді екен. Ал ол қалай батыр? Ол бір батыр болып жауға шапқанын естімедік, жау алғанын естімедік. Ол сіздің қосшыңыз ғой, қасыңызда атыңыз ерттеп жүрген қосшыңыз ғой дейтін көрінеді. Сонда Бұқарбай батыр Кекіліктаудың қырғыны болды. Аспанда жұлдыз көп па, қырғыз көп па дедік. Алатауды алтурап бізді қоршады. Мына жақтан Қоқан мен Хиуа, мына жақтан орыс келді. Зеңбіректері бар, тың әскерлері бар. Кенекем орға түсті деп, аранға түсті деп естідік. Біз атты әскерімізбен өте аз санда, аттың үстінде 3 күн, 3 түн дамылдамай, ат демалмай, шөп жеместен, ұйықтамастан соғыстық дейді. Сонда 3 күн, 3 түн ат дамылдамаса, демалмаса, ұйықтамаса, жігіттер демалмаса, аттың мойны қатып қалады екен ғой бағанағы. Шоқалақтап шауып отырады, мойны қатып қалған. Қатқызып аттың белін атан, қатқызып аттың мойнын атан белін Алланың басқа салған күнің ара деп, жанымызды шүберекке түйіп, артымыздан бір тың әскер түсті дейді. Одан бәріміз келе жатырмыз, шегініп. Бір кезде жеткен жігіттер соғып алып түсіріп жатыр. Бір заманда маған да кезек келе бастады дейді. Сонда 3 күн 3 түн ұйықтамағанбыз, шаршағанбыз, атымыз босанау, шабан бағанағы жүгіре алмайды. Содан Алла үшін атқа қонып едік, ел деп, енді аманатыңды Алланың аманатын осы аттың үстіне береміз ғой ел үшін деп тілімізді кәлимаға келтіріп, жанымызды шүберекке түйіп келе жатқан кезде мына жақ қырдың бетінен тасты қопара керей меңіне түсіреді ғой. Астында бір жауды түсіріп алған бір тың аты бар екен. Алдыма келіп көлденең тартып, ау батыр еке, мынаған мініңіз деп, жан деген тәтті болады екен, шырақтарым аттың үстінен қарға батқан міндім ой дейді ғой. Артыма қарап бағана керейдің меңіге шырағым сенде отыр деген кезде айтқан сөзі 25 жастағы жігіттің, батыр еке сіз өлсеңіз туғылайды, біз өлсе қатын бала бір жылайды деп. Аттың сауырынан қамшымен 2 салып, өзі Бұқарбай батырдың қарагер атын ұстап, Бұқарбай батырдың орнында жаудың қолында қалды, ал мен болсам кете бардым ғой дейді. Анау қырдың басына шығып артыма қараған кезде әлі тұр екен, жау келіп қоршап атты, батыр сол ғой дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан мына жердегі жігіттердің қасында біз батыр емес, бізді тәрбиелеп өсірген ата-анамыз батыр. Аға, тәте, сіздер аман болыңыздар. Осы балапандарыңыздың қызығын көріңіздер. Жаңа мен кіргенде айттым ғой, осы үлкен үйде немере шөберелер сыймай жатсын деп, Алла Тағала соған жеткізсін. Мына бір керемет ғибратты әңгіме бар. Мына имам Абу Ханифа, имам Малик, Шафиғи және имам Ахмад ибн Ханбал біз жақсы көреміз. Сол имам Шафиғи ерекше бір Алла Тағала қабілет берген, өте дана, данышпан ғалым болған. Сонда 3 жасында әкесі қайтыс болған екен, Ыдырыс. Шын аты Мұхаммед ибн Ыдырыс. Сонда мына Ирактың Ғаза деген қаласына тұрады. Кішкентай баласын қасына алып, жағдайлары жоқ, өте кедей, бағанағы айтқандай өте қарапайым отбасы. Анасы Хазіреті Әлидің, біздің Фатима анамыз бен Әлидің 4-5 ұрпағы болып келеді. Өте тақуа жан. Сонда қолын жайып, я Раббым, біз жағдайымыз өте нашар. Әкеміздің үйден озды. Менің қолымда мына кішкентай Мұхаммед бар. Раббым, енді мен тұрмысқа шықпаймын. Енді мен өмірімді осы баланың өміріне арнаймын. Біздің жағдайымыз нашар. Жейтін нанымыз, тамағымыз жоқ. Бірақ менің бар арманым, болашақта бұл бала өскен кезде анау Абу Ханифа мен Ханафи мазхабы мен Малики мазхабының ортасын татуластыратын үлкен ғалым болады деп дуа жасап жатыр. Шафиғи естіп отыр қасында. 3 жасар бала осыны біледі. Сонда Ғаза қаласын тастап, ат көлігін шаршақтап, Меккеге келіп, Әл-Харамдағы мүфтидің қолына сабаққа береді ғой.
Ona ең бірінші айтқан сөзі: балам, анау жерде Меккеде мешіттің ортасында үлкен ғалым отыр, қасына барып оң жағынан отырып, білімнен бұрын әдебін үйрен шырағым, білімнен бұрын тәрбиесін үйрен деп берген екен. Жағдайы қиындығы сондай, бағанағы оқитын сабақтары жоқ, бағанағы ұрышкасы жоқ, бүгінгі тілмен айтатын болсақ, дәптері жоқ. Сонда имам Шафиғи алғаш сабаққа барған кезде бағана ғалымдардың сабағында алақаны жазып отырады екен. Bir күні бағанағы ұстазы: ей балақай дейді, сен не ойнап отырсың дейді. Жоқ ұста, мен ойнап отырғам жоқ. Мен 3 күн болды саған қарап отырмын, сен ойнап отырсың ғой деп қолына жазып, сонда қолына жазады да, сол жаңағы өшіреді екен. Қайтадан жазады, өшіреді. Сөйтіп жаңағы имам Шафиғи айтады: жоқ, мен ойнап отырғам жоқ, мен мінекей сіздің 3 күн берген сабағыңызды жазып отырмын дейді. Қанекей айтшы деген кезде бүкіл бағана берілген сабақтардың бәрін айтып берген екен. Айна қатесіз. Анасы білімге жаңағы табиғат арнаған кісі Мекке қаласының әкіміне барып, әкімшіліктегі қағаздарды, арыз жазған қағаздарды алып келіп, соған дәптеріп жазатын болған. Ол біткеннен кейін Мекке қаласының түйе соятын жеріне барып, бағана түйелердің үлкен қабырғаларын әкеп тазалап, оны кесіп, бағана баланың арқасына асып беретін болған сөмкесіне. Ona tүйенің қабырғаларын алып барып, білім алатын болған. Ona бірге оқитын жас балалар күледі екен: сен не түйенің қабырғаларын алып келдің деп. Сонда мен бұны білім үшін алып келдім деген сөздер айтады екен. Сөйтіп Алланың қалауымен 7 жасында Құранды жаттайды, 10 жасында Құранды тәпсірмен біледі. Сонда анасы айтады: енді мен сені жаңағы Бәну Хазим деген тайпа бар, Бәну Меккенің қасында. Бұлар араб тілін ерекше меңгерген, бағанағы өте жаңағы шешен қауым. Сол қауымға 5 жылға апарады ғой. Сол қауымның арасында бұл араб тілін өте терең меңгереді, араб тілінің жырын меңгереді. Сонда Шафиғи айтады: менің ең аз білетін арабтың шерлері, жырлары. Мен 1 жыл тоқтамай, бір сөзімді қайталамай 1 жыл жырлай беремін дейді. Бағана тайпадан үйренген. Одан кейін барып садағат үйреніп, 10 оқ атса 10 да 0-ге тиеді дегендей. Сөйтіп 18 жасында үлкен ғалым болып қалыптасады ғой. Біздің 18 жастағы балалар мектеп бітіріп жатыр. Ақыл есі жоқ, қайда барарын білмейді. Ал 18 жастағы балаға Меккенің мүфтиі келіп: ей Шафиғи, сен үлкен ғалым болдың. Енді сен менің орныма Мекке қаласы мүфтиі бол деп орнын берген кезде Шафиғи айтады: мен анамен ақылдасайын деп. Анасына келген кезде анасы айтады: ей шырағым, мен сені Меккенің мүфтиі болу үшін дайындағам жоқ. Енді сен дайындал, имам Мәлікке барасың. Сенің мақсатың биік шырағым. Сен анау Ханафи мен Мәлик мазхабын біріктіретін боласың деген менің мақсатым бар еді ғой. Соны орындайсың. Сен енді дайындал деп. Сонда имам Мәлик сол заманның ең үлкен ғалымы, Мәлики мазхабының құрушысы. Сонда имам Мәлик 100 000 хадистен тұратын хадистер жинағы бар, Әл-Муатта деген. Соның ішіндегі 12 000 хадисті бір кітапқа түсіріп, оны жекелеген кітапты имам Шафиғи 9 күннің ішінде жаттап алған екен. 9 күннің ішінде. Сөйтіп имам Мәліктің алдына баруға дайындалады. Имам Мәлікке баратын кезде Меккенің бас мүфтиі Мекке қаласының әкіміне хат жазады: мына баланы Медине қаласының әміріне хабар беріп, имам Мәлік сабағына қабылдасын дейді, универге бағанаға. Сөйтіп жолға шығады, қолында хаты бар. Бірақ Шафиғи айтады: мен дұрыс істеп жатқан жоқ, өйткені білім ортақ қосуға болмайды ғой дейді. Одан Мекке қаласы Мединеге бардық, пайғамбарымыздың қаласына. Бағана Әл-Муаттан жаттап алған, Құранның тәпсірін жақсы біледі, араб тілінің бағанағы шешендігін жақсы берген, керемет біліммен барып отыр. Сол кезде имам Мәлік мешітте жоқ екен, үйіне бардық дейді. Үйіне барған кезімізде Медине қаласының әмірі, мен және қасымда 1-2 адам болды. Одан имам Мәлікке хабар бердік: осындай адамдар келіп тұр деп. Одан имам Мәліктің көмекшісі шығып: имам Мәлік бағанаға жұмыс істеп жатыр, сен хат арқылы бер дейді ғой, хат арқылы жауап береміз дейді. Сөйтіп бағанағы Мекке қаласының әкімінің жазған хатын беріп жібереді. Бір уақытта имам Мәлік өзі шықты дейді. Имам Мәлік шыққан кезде Медине қаласының әмірі дірілдеп кетті дейді ғой. Теріліп, ана кісінің беделінің мықтылығы сондай, ғалымның құрметі сондай, әкім дірілдеп кетті дейді алдында. Содан алып: сендер мына хатты алып келдіңдер ма? Сендер не Алланың біліміне ортақ қосайын дедіңдер ма деп бағана хатты жазып лақтырып жіберді ғой имам Мәлік. Сол кезде бұл имам Шафиғи бағанағы аузынан шығатын сөздерін жауап бар ғой. Бұл тілді меңгерген, Құранды меңгерген, шырайлы сөздерімен имам Мәлік айтады ғой: мен сіздің қасыңызға білім алуға келдім. Егерде білім күн болса, әлем күнге қалай мұқтаж болса, мен күнге мұқтаж болғандай білімге мұқтажбын.
Егерде аналар мейіріммен өзінің сәбилерін қалай мейіріммен емізетін болса, қалай жақсы көрген болса, мен де солай білімді жақсы көремін деп айтады. Екі сөзден кейін имам Мәлік Шафиғиге көңіл бөле бастайды ғой, әдемі сөздерінен кейін. Мен Құранды жатқа білемін дейді. Сонда имам Мәлік Әнғам сүресін оқиды бірінші, ол жалғастырады. Одан кейін Ағраф сүресін оқиды, ол жалғастырады. Содан кіріп бара жатқан кезде айтады, мен сіздің Әл-Муатта кітабын жатқа білемін дейді. 12.000 хадистен тұратын кітапты жаңа 9 күнде жаттаған. Сонда айтады ғой, мен сіздің кітабын жатқа білемін дегенде Қанефи оқи қойшы дейді. Бағанағы имам Шафиғи өзінің әуезімен, шешендігімен, даналығымен оқыған кезде имам Мәлік көзін жұмып тербеліп кетті дейді ғой. Тоқтайды, оқи қойшы дейді, қайдан оқиды. Тоқтайды, оқи қойшы, қайдан 4 рет оқыды дейді. Содан шарт қояды, мен сені өзімнің мектебіме аламын дейді. Сонда ей бала, Алла Тағала сенің жүзіңе нұр берген екен дейді. Бетіне қарайды да, осы нұрды күнә істеу арқылы, харам жеу арқылы, харама қарау арқылы мына нұрды жоғалтып алма. Бұл Алланың саған берген нұры дейді. Мен саған 2 шарт қоямын, соның бірі, сен менің студентім боласың, бүгіннен бастап 18 жаста баланы қабылдап жатыр, бірақ ең соңғы партада отырасың дейді ғой, мешіттің ішінде. Имам Мәлік деген кісі сол уақыттың өзінде 500 дирхамдық киім киеді екен, 500 алтын тұратын. Анау Хадрамаут деген жердің аяқ киімдерін алдырады екен, және сол замандағы ең қымбат есті себеді екен. Имам Мәліктің құдіреттілігі сондай, Медине қаласында не атқа мінбеген, не есекке, не түйеге мінбеген пайғамбарымыз жатқан топырақта мен аяқты көтеруге болмайды деген екен. Имам Мәліктің құдіреті сондай, ол пайғамбардың хадисін сұраса, барып ғұсыл дәрет алып келіп, әдемі киініп келіп, жерге отырып жауап берген. Имам Мәлік кейіндеп әлгі пайғамбарымыздың мешітіне сабақ берген кезде, пайғамбарымыз ихтикафта ораза кезінде жататын жері болады, дәл сол жерде отырып сабақ берген екен. Кейін Омар ибн әл-Хаттаб бүкіл мемлекеттік істе 12 жыл халифа болған кезде, Омар отыратын жерде отырған. Сонда өте әдемі киінген, өте әдемі иіселінген. Неге бұлай деген кезде, мен пайғамбардың білімін жеткізушімін. Алла Тағала берген нығметтер маған берді, сол нығметті өзінің құлының үстінен көргісі келеді дейді. Сөйтіп 12 жыл білім алып, имам Шафиғи 12 жылдан кейін имам Мәліктің орнына келеді ғой. Сонда менің орныма отырып, енді сен осы жерде шейх боласың, білім бересің деген кезде имам Шафиғи жоқ дейді. Мен енді Әбу Ханифаға барамын дейді. Куфаның мектебін меңгеруім керек. Ол кезде Әбу Ханифа жоқ. Әбу Ханифаның Абу Юсуф пен бағанағы Мұхаммед шәкірт Әш-Шайбани екеуі тірі, солардың барып білімін алады ғой, Алланың қалауымен. Сонда анасының арманы, мен болашақта бұл баланы 3 жасар балаға стати қойып отыр. Мен болашақта бұл баланы анау 2 мәзһабтың арасында татуластыратын үлкен ғалым болады деп. Алланың қалауымен имам Мәліктің білімін алды, 12 жылдың ішінде бүкіл білімін сорып алды өзіне. Алланың қалауымен бағанағы Абу Юсуф пен Мұхаммед Әш-Шайбанидің Әбу Ханифаның мектебін өзіне алып, білімін 54 жыл өмір сүрген. Өмірінің соңғы 2 жылдың ішінде Мысыр қаласынан тұрды, 120 кітап жазған 2 жылдың ішінде. Сондай үлкен ғалым болған. Сонда бағанағы Ибн Хишам, имам Ахмад деген кісілер келген кезде, Аллахтың атымен ант етейік, біз мұндай адам өмірде көргеніміз жоқ. Аллахтың атымен ант етейік, мұндай ғалым өмірде жоқ дейді екен. Өйткені қандай сала болсын, бәрін меңгерген үлкен ұстаз болған имам Шафиғи деген. Сондықтан осында отырған біздің қыздарымыз, аналарымыз, біздің әке ретінде болашақта осындай балаға үлкен мотивация беретін болсақ, балаларымыз ертең әлемде, бизнестен де, ғылымнан да, білімнен де меңгеретін болады. Неге осы сөз айтып отырмын? Өйткені осы уақытқа дейін мен Ислам бауырым үлкенде офисіне кірген күннен бастап менде бір жаңа нәрсе ашылды. Бүгін мінеке сапарлатып келдік, сапарға саят қылып шықпайынша ері жігіт үйде отырып ашылама дейді. Біздің бүгін келіп қаншама нәрсені көріп отырмыз кешегі. Әрбір мелочқа дейін, әрбір кішкентай нәрсеге дейін, детальға дейін қарап, соның жақсы болуын қалап жатқан азаматтар. Болашақта Нью-Йорктан, Дубайдан деген сияқты бизнестерін ашып әлемге қазақ танытамыз деген мақсаттар қойып отыр. Кеше имам Шафиғидің анасы, сен Мекке қаласы мүфти болмайсың, сен ана әлемде үлкен ғалым боласың деп ставка қойса, бүгін Құдай қаласа біздің Арман бауырымыз, Ислам бауырларымыз, ана жақта Ержан деген бауырларымыздың барлығы болашақта Сырым бауырларымыз әлемдік деңгейге көтеріліп кеткен жаңағы қазақтан азаматтар болсын деп мотивация түрін айтқым келіп отыр. Сондан Алла Тағала бізге береке берсін, амандық тілеймін. Алла Тағала сіздердің отбасыларыңызға береке берсін. Үйімізде сәбидің ыңғайлаған дауысы аналардың күлкісі кетпесін.